Ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі 542,8 миллиард теңгені құрап, 2017 жылмен салыстырғанда 64 миллиард теңгеге артты. Бұл көрсеткіш бойынша облыс республикада екінші орында. Аталмыш саланың экспорт көлемі 189 миллион ақш долларын құрады. Бұл 2017 жылмен салыстырғанда 12,6%-ға немесе 20,2 миллион ақш долларға артық. 2018 жылы мал басының өсімі орын алды. Ірі қара мал, қой ешкі, жылқы басының өнімдері және ет сүт өндіру бойынша облыс республикада алдыңғы қатарда. Өткен жылы 9,6 мың тонна ет Өзбекстан, Иран, Біріккен Араб Әмірлігіне экспортталды. Бұл республика бойынша ет экспортының 54%-ын құрайды. Ет экспорты бойынша Түркістан облысы республикада көш бастап тұр. Көкөніс, картоп, бақша дақылдарынан 2,9 миллион тонна өнім жиналып, рекордты көрсеткішке қол жеткізілді.